Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Өткенде бір бауырымызға жатып кеп ұрыстым. Шешесін қажылыққа жібердім, машалла. Шеке, сізге қажыда дұға жасайды, анау мынау дейді. Сон телефон қосып сөйлестім шешесімен. Аузы, тісі арсиып тұр. Содан жаңағы танимыз ғой енді, баяғыда жаңағы арыз жинап жүргенде барғанбыз. Үйлеріңізді ремонттадыңыздар ма? Үйге мына жылы су орнаттыңыздар ма? Суқана орнаттыңыздар ма? Әжетхана баяғыда. 17-ші жылы сөйтіп жүредіңіздер ғой десем, ой, ол әлі орнаған жоқ. Анау суқананы орнатамыз, ыстық су қоямыз, бойлер қоямыз дедік, жоқ дейді. Шешесінің тісін көрдім, арсиып тұр, тіс жоқ. Сол телефон балаңызға беріңізші дедім. Алдым да аузымды бұзып тұрып боқтадым. Иттің ғана баласы топас, қажылыққа $5000 шашқанша, ана тісі жоқ шешеңе тіс салып бермейсің бе, көкмей деп езуін бірақ тілдім. Ана шешеңе тіс салып берсең, анау тамақты шайнап жейді. Тамақты шайнап жегеннен кейін асқазанына салмақ түспейді. Асқазанына салмақ түспегеннен кейін тамақты дұрыс қорытады. Тамақты дұрыс қорытқан соң денсаулығы жақсы болады. Ана шешең мәлкілдеп 17-ші жылы көргеннен бүкшиік қапты бүйтіп. Иілік қапты. Баяғыда емес, көзде кетіпті. Сен сұмырай, ана шешеңді $5000 жұмсап, қажыға жібергенше алдымен шешеңе тіс салып бермейсің бе? Қазір мына сүйекті тесіп тұрып, қадап орнатып беретін, қазық қағып беретін тістер бар. Танк сүзсе де тісімен танкіні құлатып тастайды. Темір шайнайды. Неменен сен қажылық қасықтырып жүрсің? Тісін жаса, денсаулығын оңға жібермейсің бе содан? Үйіңде суқанам жоқ екен десем, жасайым деп қол тимей жүр. Шешең намаз оқиды. Үйіңде жылы әжетхана жоқ. Әжетхана үшін 5 километр жерге барасың. Енді сол шешеңе үйіңе бір бойлер қойып, үйіңе бір жаңағы әжетхана тоңбайтындай, жылы жерде отыратындай әжетхана қойып, оның астын канализацияны ана бақшаң кең жіберіп, одан сөйтіп істемейсің бе? Ана жылы сумен, қайнап тұрған сумен келіншегің ыдыс-аяқ жуады. Шешең дәрет алады жуынып. Сұмырай, сен сонша жиған ақшаңды қажылыққа шашып тастап, сон томпиып отырасың ба? Ана қақаған аязда далада құман көтеріп дәрет алып жүріп ақ шешең ауырды. Деп езуін тіліп, бақырып тастады. Ренжіді, қабылдай алмай, 100% сенем, қабылдай алмай, мұна Серікжан не болып кеткен өзі? Мұна чоқылып христиан болып кеткен бе, не бәле? Қажыға баратын адамға тіс салдыр деген несі деп, енді өсектеп жүргеніне білем енді. Өзді бірге қажыға барып, сол қайтып кеп қалал өсек айтып, Серікжан чота дұрыс емес өзі, осындай деп, қажыға барма деді. Ол менің сөзімді өзгертіп алды, қажыға барма деп айтты, қажылықтың керегі жоқ деп айтты, деп жаңағы өзгертіп жібереді олар. Оларға өсек айтуға рұқсат. Халал өсек, халал. Енді сөйт бақырып тастадық енді. Енді білесің, жаңағы сүйкімді деген справкамыз жоқ, сүйкімді деген куәлігіміз жоқ. Өстіп, айтпайтын жерді айтып, ұрыспайтын жерді ұрысып тастайтын жаман мінезіміз бар енді. Анаға құрмет, оны осылай құрметтейсің. Аузында тісі жоқ, қақаған аязда, құман көтеріп, дәрет алып жүретін анаңды қажыға жіберіп құрмет емес. Анаға құрмет алдымен оның бүкіл жағдайын жасау. Ана бүкіл сүйегін, бүкіл несін тексер, қандай витамин жетіспей жүр. Неге бүйтіп бүкірейіп қалды? Өкпесі сау ма? Тексер. Суық тиіп жүрме? Тексер. Толтыр бүкіл витаминдерді бер. Денесіне массаж жаса, аяғын уқала. Баяғыда мен жолдастарым, жаңа қол бассамыз, күресеміз сонда. Өсеке қолың неге қарулы дейді. Біз қол неге қарулы? Шыныққан жоқпыз. Біз тек футбол тептік, астың жақ қатты кетті. Неге? Шешеме массаж жасап, қолым шынығып кетті. Ол кісінің аяқ қолы қақсайтын. Сон бала күннен массаж жасаймын, сол массаж жасап жүріп, қол қатып кетті. Кәдімгі кез келген өзім жолдастарын ұстаған кезде шыңғыртып жіберетінмін. Шешеге құрмет солай.
Шешеге құрмет солай. Ауырса қасында боласың, сыйлайсың, массажын жасайсың. Сөйтіп, сол шешеңді кете кеткенше қасында отырасың. Міне шешеге құрмет. Ол 8 мартта мә деп бір тән шөп ұсынып келіп, әйелді қарық қылдым, анамды қарық қылдым, қарындасымды, әпкемді қарық қылдым. 8 мартта бір уыс шөп бере салсам болды. Ол емес. Ол советский, орыстық, формалды дүние. Мына орыстар, мына советтік коммунистік аурумен ауырған орыстар барлық нәрсені формалды қылады. Барлық нәрсені өтірігін істейді. Годовой отчет. Бүкіл мекемеде совет өтірік. Жылдық доклад өтірік. Қырдым, жойдым, ақ көрдім, көк қылдым дейді. Міне бітті. Мектептерде солай. Мекемелер бірінен бір жоғарыға қарай, ауылдан бастап, ауданнан облыс, облыстан ары тұтасымен алаяқтық. Есеп шоттар өтірік, докладтар өтірік. Қағаздың бетінде тас жол салынып, асфальт жатқызылып қойды. Жоқ. Қаскелеңде ме анау станция Чамалғанда көпір, пойыз бенен жаңа КамАЗ соғылып бәленбай адам өлді. Сөйтсе, о жерден көпір салынып қойды. Қайда? Қайда көпір? О жердің халқы о жерден ондай көпір көрмеген. Пойызбен тас жол өтісіп тұрған өмір бойы советке. Сөйтсе, ол құжат жүзінде тендер өткен, құжат жүзінде $1 миллион бөлінген, $100 миллион. Құжат жүзінде және жерден көпір салынып, жаңағы пойыз көпірдің үстінен өтіп өткен ғой. Қағаз бойынша. Ешкім білмейді. Бірақ реал өмірде ештен көз көрмеген совет. Совет одағы деген осындай өңкөй, пиар, показуха, алаяқтық, көз боямашылық, өтірік, жалғандық, сондайға құрылған жүйе. Ол шайтанның жүйесі. Шайтанның жүйесі. Адамдарды өтірік тарихпен алдайды, өтірік біліммен алдайды. Жаңа бүкіл нәрсе формашылдыққа, өтірік сыртқы формаға ғана құрылған жүйе. Міне совет одағы. Міне совет одағы. Енді мен бұл жерде 8 мартта терістемеймін. Кеше Фейсбукке біреу жазыпты. Біз тойлай береміз ол халықаралық әйелдер мерекесі деп. Тойлай бер дедім. 1000 жыл тойла дедім. 8 март емес, 9 марттан тартып 31 декабрьға дейін тойлай бер. Қарсылығым жоқ. Халықаралық деген сөз емес. Бұл советский әйелдер мерекесі. 8 март халықаралық әйелдер мерекесі деген сөз өтірік сөз. 8 март советский әйелдер мерекесі. 8 март советский әйелдер мерекесі. Совет халықара емес. Совет халықара емес. Орыс ұлы емес. Орыстың құндылығы бүкіл дүние мойындамайды. Орысты бүкіл дүние оның құндылығы мойындамайды. Өздері великий деп, великий орыс болғандықтан күн шықты, великий орыс болғандықтан жаңбыр жауды, русский зима, русский дожды дейтін жындылар. Енді русский планета, русский земля енді кете берсін. Великий өздерін өздері, бізге емес, адамзатқа емес.